Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз галогендер тобына жататын ең соңғы бейметалмен танысатын боламыз, яғни ацетат. Ең бірінші оның периодтық жүйеде орналасуын көз жүгіртейік, яғни ацетат ол 6-шы периодта 17-ші топ, яғни галогендер тобының негізгі топшасында орналасқан. Оның атомдық нөмірі 85 және салыстырмалық атомдық массасы 210. Енді осы ацетаттың период жүйедегі орнымен танысып өттік. Атом құрылысымен танысайық. Ацетаттың жалпы бағаны периодтық жүйеде өздеріңіз көрдіңіздер, реттік нөмір 85. Сондықтан да ода 85 протон, 85 электрон және 125 нейтрон болады. Оның электрондық конфигурациясы мына жерде көрсетілгендей қарап көрсеңіздер болады. Және мына жерде трейді моделінде ең соңғы энергетикалық деңгейіне санасаңыздар, ода 7 электрон бар. Жалпы ацетат ол валенттілік электрондарда P орбиталында орналасқан. Молекуласы теория бойынша негізі ацетат екі түрде болуы мүмкін, бірақ оның қасиеттері толық зерттелмеген. Оның негізі екі изотоп бар, яғни ацетат 210, ол салыстырмалы түрде тұрақты келеді, және ацетат 211 медицинада қолданылатын изотоп. Ацетат 211 медицинада қатерлі ісікті емдеуде, зерттеуде қолданылады. Енді ацетаттың ашылу тарихына келетін болсақ, оны 1940 жылы американдық ғалымдар ашқан. Дали, Корсон, Кенес, Росс және Эмело Сергей ацетаттың атауын грек тілінен астос сөзінен шыққан, ол да тұрақсыз деген мағына білдіреді. Табиғатта ол өте сирек кездеседі. Уран мен торийдің радиоактивті ыдырау кезінде, сонымен қатар жер қысымында өте аз мөлшерде пайда болады. Ғалымдардың айту бойынша, яғни жер бетінде бір уақытта 1 граммнан азда ацетат болуы мүмкін. Енді оның алыну жолы, яғни көбінесе бағана айтқандай, ол жасанды түрде алынады, өйткені жер бетінде өте аз кездеседі. Яғни бұл жерде висмутты альфа бөлшектермен сәулелендіру арқылы осындай жасанды түрде алсақ болады. Енді ацетаттың физикалық қасиеттері толық зерттелмеді. Болжам бойынша ол негізі қара немесе қара көк түсті қатты зат, радиоактивті және металдық қасиеттері болуы мүмкін. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, мүмкін болатын реакция, яғни сутекпен реакцияласады. Бұл галогендер көрсететін қасиет, яғни металдармен әрекеттеседі және сумен әрекеттеседі. Енді оның қосылыстарына сутек ацетатиді жатады, натрий ацетатиді және ацетат қышқылы. Оның қолданылуы негізі медицина және ғылыми зерттеулерде қолданылады, яғни медицинада қатерлі ісікті емдеу кезінде қолданылса, ғылымда ол радиоактивті элементтер зерттеуде қолданылады. Және осы ацетат туралы қызықты және тың мәліметтер, яғни ацетат жер бетінде ең сирек элементтердің бірі. Оның барлық изотоптар радиоактивті, табиғатта өте аз мөлшерде кездеседі. Кейбір ғалымдар оны жартылай металл деп те санайды. Жалпы зертханада егер ацетатпен жұмыс жасаған кезде арнайы зертханалық, яғни сақтандырулар, шаралар қолдану керек, яғни қорғаныс киімдер кию керек, радиациядан қорғайтын жабдықтар қолдану керек, радиациядан қорғаныстан, яғни арнайы зертханада жұмыс жасау керек. Жалпы бұл ацетаттың болашағын туралы айтатын болсақ, яғни ол изотоптары өздері радиоактивті болғандықтан радиохимияда, әсіресе осы ацетаттың 211 изотопы қатерлі ісікке қарсы емдеуде үлкен үміт тудыруда. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, және төменгі сілтемеде берілген тапсырмалармен тестті орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.